Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін біз 9-шы сынып емтиханына дайындық есептер жинағынан 11-ші есепті шығарамыз. Мектепшілік концертке қатысу үшін 5 түрлі матадан қанша тәсілмен 3 түсті жолақты юбка тігуге болады? Бізде барлығы 5 түрлі мата бар және 3 юбка тігуіміз керек. Бұл есепті біз орналастыру арқылы шығарамыз. N-нан M, орналастырудың формуласын тағы бір қайталап шығамыз. N факториал бөлімінде N азайту N факториал. Бізде N 5-ке тең, M 3-ке тең. Демек 5 факториалды бөлеміз 5 азайту 3 факториалға. 5 факториалдың өзін қазір былай жазып аламыз. 5-тен 3 алсақ 2 факториал, 5 факториалды 2 факториал, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5 деп ала аламыз. 2 факториал мен 2 факториалды қысқартамыз. 3, 4, 5. 3-ті 4 пен 5 көбейтеміз 20, тең болады 60. 60 тәсіл арқылы 5 түрлі матадан 3 түсті жолағы бар юбка тігуге болады екен. 12-ші есеп А, Б, С, Д сандары берілген. Бірінші тең сандарды табуымыз керек. Ол үшін А-ның қандай сан екенін есептеп алайық. 0,136 көбейту 25 тең болады. 0,136 көбейту 25. Так, 0,136-тан 0,10-нан 6 шығады. Оны көбейтемін 5-ке. 3. А дегеніміз 3-ке тең. Б тең болады. Түбірасты 8 көбейту түбірасты 18, оларды бір түбірдің астына алып жазуымызға болады. 8-дің өзін 4 көбейту 2, 9-дің өзін 2 көбейту, 18-дің өзін 2 көбейту 9 деп жазуымызға болады. 4-ден 2 шығады, 2 көбейту 2-ден 2 шығады, 9-дан 3 шығады, 12. С тең болады, түбірастында 27-ні түбірасты 3-ке бөлеміз. Түбірасты 27 бөлінген түбірасты 3, екеуін бір түбірдің астына алып жазуымызға болады. 27-ні 3-ке бөлсем 9, 9-дан түбірастынан 3 шығады. Бізде А және С сандары тең екен. Д санын есептейтін болсам, түбірасты 30. Түбірасты 30, ол ешқандай санның квадратына келмейді. Сондықтан бұл осылай иррационал сан түрінде жазылып тұрсын. Яғни А сұрағына жауап бізде А мен С сандары тең. Келесі Б пунктіне жауап берсек, Д санынан үлкен ең кіші бүтін санды табыңыздар. Түбірасты 30-дан үлкен қандайда бір сан бар. Бірақ ол бүтін сан болу керек. Екі жағында квадраттаймын. 30-дан үлкен қандайда бір санның квадраты бар. 36. 36 дегеніміз ол 6-ның квадраты. Сонда Д санынан үлкен ең кіші бүтін сан ол 6 болады. Келесі Б санының мәнін табыңыз дейді. Біз мына жерге уже есептеп қойдық. Б бізде 12-ге тең болады. 13-ші есеп А және Б бөлімдерінен тұрады. Бірінші А бөлімінде қысқартымыз. Өрнекті қысқартуымыз керек. Х квадрат минус 3-ті мен екі жақшаға жіктеймін. Х азайту түбірасты 3, Х қосу түбірасты 3. Бөлімінде 2-ні ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарып жіберсем, Х азайту түбірасты 3 қалады. Х азайту түбірасты 3 пен Х азайту түбірасты 3 қысқарып кетеді. Х қосу түбірасты 3 бөлу 2 қалады. Келесі Б-С өрнектің мәнін тап. Ол үшін біз бірінші жақшаны ашып аламыз. 7 түбірасты 2 қосу. Түбірасты 2-ні түбірасты 3-ке көбейтемін. Түбірасты 6. Түбірасты 2-ні 4-ке көбейтемін. Минус 4 түбірасты 2. Оған қосамын 3 түбірасты 6. 7 түбірасты 2 мен минус 4 түбірасты 2. Олар ұқсас. 7-ден 4 аламын. 3 түбірасты 2. Түбірасты 6 мен 3 түбірасты 6 ұқсас. Оларды қосамын. 4 түбірасты 6 болады. 14-ші есеп өрнекті ықшамдап мәнін табуымыз керек. Бірінші бөлшектің алымы бізде Х азайту 5y-тің квадратын береді. Бөлшектің бөлімін екі жақшаға жіктейміз. Х азайту 5y, Х қосу 5y тең болады.
x азайту 5y квадраты мен x азайту 5y қысқарады. Сонда бөлшектің алымында x азайту 5y бөлімінде x қосу 5y қалады. Енді x пен y-дің орнына мәндерін қойып табамыз. Минус 22 азайту 5 көбейту 8,4, минус 22 қосамын 5 көбейту 8,4. Минус 22-ні жазып қоямын. 8,4-ті 5-ке көбейтемін 0, 42. Минус 42, мұнда плюс 42. Минус 64, 20 тең болады. 4-ке қысқартып жіберсем, минус 5-тен 10, 16. 16-ны 5-ке бөлсем, минус 3,2 болады. Есептің жауабы минус 3,2. 15-ші есеп айын тең болады 5-ен азайту 3 бөлінген 2 формуласымен берілген тізбектің 5-ші мүшесін және келесі мүшелерін табыңыз. Бұл жерде 5-ші және 6-ші мүшесін тапсақ жеткілікті. А 5 тең болады. 5-ті көбейтемін 5-ке, одан азайтамын 3-ті 2-ге бөлемін. 25, 25-тен 3 алып 2-ке бөлемін. 25-тен 3 алсам 22, 22-ні 2-ге бөлсем 11 шығады. А 6 тең болады. 5-ті 6-ға көбейтіп 3 алып 2-ге бөлемін. 5 6-м 30, 30-дан 3 алып, оны 2-ке бөлемін. 30-дан 3 алсам 27, 27-ні 2-ге бөлемін. 13,5 шығады. Сонда тізбектің 5-ші және 6-шы мүшелері 11, 13,5-ке тең. 16-шы есеп, шахмат турниріне 26 қатысушы қатысты, оның ішінде Даша мен Катя да бар. Жеребе кезінде бірінші тур қатысушыларын кездейсоқ тәсілмен 2 топқа бөлді. Даша мен Катяның әртүрлі топқа түсу ықтималдығы бар. Барлығы 26 қатысушы болса, мысалы, Даша бірінші топқа түскен болса, қалған топқа түсуге мүмкіндігі бар. Жаңа қатысушылардың саны 25 болады. Енді 26-ны 2 топқа бөлгендіктен 2-ке бөліп тастаймыз 13. Әрбір топта 13 қатысушыдан болу керек. А оқиғасы біз 2 қатысушы 2 түрлі топқа түседі деп алатын болсақ, бір топқа түспеу үшін жаңағы Дашаны мысалы бірінші топқа түсті, енді екінші топтағы 25 адамның ішінен таңдалатын 13 адам деп алатын боламыз. 25-тен 13 немесе 13-ті 25-ке бөлемін. 13 25-ке жетпейді, 0-ден беремін. 130-дың ішінде 5-тен беремін. 125, 5, қасына 0 тіркеймін, 2. Тең болады 0,122. Яғни 2 қатысушының Даша мен Катяның әртүрлі топқа түсу ықтималдылығы ол бізде 0,152 болады екен. 17-ші есеп, геометриялық прогрессияның бірінші, екінші мүшесі берілген, геометриялық прогрессияның 6-шы мүшесін табу керек. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласы bn тең болады b1 көбейту q-дің n-1 дәрежесі. Бізге q-ды табу үшін b2-ні b1-ге бөлеміз. 3-тен 1-ді 6-дан 1-ге бөлеміз. 3-тен 1-ді бөлемін 6-дан 1-ге, бөлуді көбейтуге алмастырамын. Сонда бізде еселігі 2-ге тең болады екен. Енді 6-шы мүшесін табамыз. b6 тең болады b1 көбейту q-дің 5 дәрежесі. b1 бізде 6-дан 1-ге тең. 2-ның 5 дәрежесі 32. 6 мен 32-ні 2-ге қысқартам, 3, 16, немесе бұл 5,3-тен 1. 6-шы мүшесі 5,3-тен 1-ге тең. 18-ші есеп, Павлодар Астана бағытына шыққан электр пойызы жолда 4 минутқа тоқтап, 20 км жолды уақытында жүріп өту үшін жылдамдығын 10 км сағатқа арттырды. Осы жолда пойыздың жылдамдығы қандай болды? Бірінші, берілген жазып аламыз. Егер пойыз берілген жолды т уақытта жүріп өтетін болса, енді 4 минутқа кешігіп қалды. Т сағат болса, 4 минут 60-тан 4, т-дан азайтамын 15-тен 1 сағат деген сөз. 20 километр
S 20 километр. Екеуінде де осы жолды жүріп өту керек. Және біріншісі ол X километр сағатпен жүрген болса, енді жылдамдығын 10 километр сағатқа арттыруға тура келді. S-ті табу үшін біз уақыт пен жылдамдықты көбейтеміз. Егер пойыз кешікпей уақытында жүретін болса, T-ны X-қа көбейтеміз, немесе бұл жерде 20 тең болады T көбейту X. Енді біздің пойызымыз 4 минутқа кешікті, сондықтан 20 тең болады. T азайту 15-тен 1-ді, X қосу 10-ға көбейтеміз. Осы жолда пойыздың жылдамдығын табуымыз керек, сонда бізге уақыттың қанша екені аса қатты маңызды емес. T-ны тауып аламын, 20-ны X-қа бөлемін. T-ны табу үшін 20-ны X қосу 10-ға бөлемін, және оған 15-тен 1 кешіккен уақытымызды қосамын. Осы екі T-ны теңестіремін. 20 бөлінген X тең болады. 20 бөлінген X қосу 10, қосамын 15-тен 1. Ортақ бөлімі. X көбейту X қосу 10 көбейту 15. Сонда мұнда 15 көбейту X қосу 10, мұнда 15X, мұнда X квадрат қосу 10X-тен келеді. Ортақ бөлімін жазбаймыз, бірақ ескеретін нәрсе мүмкін мәндер жиыны. X 0-ге тең болмау керек, X-іміз тең болмау керек минус 10-ға. Жалпы теріс сандарға тең болмау керек, себебі бұл жерде біз уақыт, жылдамдық, арақашықтық туралы айтып жатырмыз. 20-ны 15-ке көбейтемін. 300 X қосу 10 тең болады. 300X қосу X квадрат қосу 10X. Жақшан ашам, 300X қосу 3000 тең болады 300X қосу X квадрат қосу 10X. 300X пен 300X қысқарып кетеді. X квадрат қосу 10X минус 3000 тең 0-ге. Дискриминант табамын. 100 азайту 4 көбейту минус 3000 мұнда плюс болады. Так, 12100. Ол бізде 110-ның квадраты. X 1 тең болады 2 минус 10 қосу 110. 50-ге тең біріншісі, X 2 тең болады. Минус 10, минус 110 бөлу 2. Бұл жерде теріс сан шығайын деп тұр. Минус 60, бөгдеті бар, минус 60 алмаймыз. X 50-ге тең. Яғни пойыздың бірінші жылдамдығы 50 км сағат, бірақ бізге 4 минут кешігіп қалғандықтан 50-ге 10-ды қосамыз. 60 км сағат. Пойыз жаңағы 20 километрді 60 км сағатпен жүріп өткен екен. 19-шы есеп. Қысқартуымыз керек. Ең бірінші ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөлімі бір азайту синус X пен бір қосу синус X-тің көбейтіндісі. Тоқтауыш көбейткіш бір қосу синус X. Мұнда бір азайту синус X. Косинус X-ті бірге көбейтем косинус X. Косинус X-ті синус X-ге көбейтем. Синус X көбейту косинус X. Қосамын. Косинус X-ті бірге көбейтем косинус X. Азайту косинус X көбейту синус X. Синус X көбейту косинус X. Минус косинус X көбейту синус X екеу қысқарып кетеді. Косинус X-ке косинус X қосамын 2 косинус X. Так, мынау бізде бір азайту синус квадрат X-ті береді. Бір азайту синус квадрат X, ол косинус квадрат X-ті береді. Косинус X пен косинус квадрат X-тің қысқартамыз квадратын, сонда алымында 2 бөлімінде косинус X-тің өзі қалады. 20-шы есеп функцияның анықталу облысын табу. Бізде функциямыз квадрат түбірдің астында тұр. Квадрат түбірдің астынан үнемі теріс емес сан болу керек, яғни 0-ге тең немесе 0-ден артық. Бөлшек рационал теңсіздікті шығарамыз. Алымын 0-ге теңестіреміз, бөлімі 0-ге тең болмау керек. Алымы бізде минус 4-ге тең, бөлімі 2-ге тең болмау керек. Сан түзуіне саламын. Минус 4-ті белгілеймін, нүктеміз боялады, себебі қатаң емес теңсіздік.
2-ні ашық қалдырамын, ол бөлшектің бөлімінде тұрғандықтан интервалдар әдісі арқылы шығарамын. Мына жерден 0 аламын, 0 қоямын, минус, мұнда плюс, мұнда плюс. Бізге артық плюс аралық керек, 0-ден артық немесе тең. Так, сонда теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен минус 4-ге дейін 1-ге де 2-ден плюс шексіздікке дейін.